Құрметті тыңдармандар, арнама тіркеліп, әңгімем ұнаса үліпіл басып, пікір жазып қалдырыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қоса отырыңыздар. 2-3 күннен соң Еркетай бұрынғы күлімдеген қалпынан түсіп сабағына барып келіп жүр. Иә, оған Сункарчиға бірінші күн-ақ телефон соғып бәрін түсіндірген болатын. Адам шошитындай ештеңе болмағанын, жастық шақтың қызығы осылардан тұратын, мас болып неше жігітпен жатса да бұны бұрынғыдай сүйетінін, енді аз болса қасындағы 2 досы да бұған қатты ғашық болғанын, мектеп бітіргесін үшеуінің бірін таңдау керегін, бұл үшеуі бұны ешкімге бермейтінін, кейбір қыздар жүретін бір жігіт таппай жүргенде бұл мықты 3 жігітті сындырып алған. Мектеп бітіргенше осы 3 жігітпен еркін қыдырып, қалағанын таңдап күйге шығу мүмкіндігі бар супер сұлу қыз екеніне әбден сендіріп тастады. Оның үстіне өздеріне тарих үшін түсіріп алған фото-видеолары барын. Осыдан 3 жігітті лақтырып кетсе, бұлар қызғаныштан соларды жұртқа жариялап жіберетінін де ептеп жеткізді. Әрине, өмірдің қыр-сырын білмейтін әке-шешеден ақыл естіп емес, тек қана қамқорлық көріп өскен Еркетайға бұл бір өмірдің берген сыйы болып көрінді. Көрінбей қайтсын, мектептің жоғары сынып оқитын білдей 3 жігіті бұны сүйіп қалған, өзгелерді жуытпайды. Бұл мектеп біткенше осылардың қамқорлығында болмақ. Басқа қыздар қызғаныштан жарылып кететін шығар деген ойлар Еркетайды қиял мен арман ауылына жетектеп кетті. 10 шақты күннен соң демалысқа келген Қалжан, бала шағасын көріп, құшақтап сүйіп мәре-сәре болып, дастарханда Еркетай мен Салманды айналып толғанып, алып бер деген нәрселерін бәрін алып беретінін айтып, дулдасып отырды. Қызының бойынан бір өзгерісті байқаған ол, Еркошын бірден есейіп кеткен бе? Қадімгі бой жеткен қыз болып кеткендей. Түфәй, ерекше бір өзгеріс бар ғой, деп таңырқай қарап отыр. Қызының сәл қымсынып қалғанын сезген Қатипаш көмекке келді. Әрине, қызың есейді, бой жетті, өтпелі кезеңнен өтіп, кәдімгі көз тойдырар сұлу болды. Сен 12 жылдан бері вақтыда жұмыста жүрсің. Бұлардың қалай есейіп кеткенде білмей қалдың. Мен болмасам осындай сұлу әдемі ұл қызды кім туып, кім өсіріп берер еді деп Қалжанға қарап көзін төңкерді. Қалжан бұны сағынғанның белгісі әйелінің көзіндегі құмарлық деп түсініп, әңгімені көбейтпей демалу жағын ойластырды. Соның арасында кіші ұлы бөлмесіне кіріп кетсе, Еркетайда сыртқа зып етті. Әке-шеше таң атқанша енді іздемейді. Тек таңертең 5-6-ға дейін келіп үлгерсе болды. Соңғы кезде бұлар групповой қатынастың дәмін алып алған бір алапат құмарлық соған қарай еріксіз жетелеп кетіп жүр. Ертесіне әке-шешесіне амандаса кетіп бара жатқан Қалжанға әйелі, оларды қай мезгілге шақырып келесің? Вақтыдан келсең соларды асқа шақырып келетін едің ғой. Не болса да ертерек келіп кетсінші. Тезірек ыдыс-аяғымызды жуып тазалап жатып қалайық. Сағынышым әлі басыла қоймас деп өтірік күлгірсіді. Ата-енесі келсе, әсіресе енесі бұған ақыл айтып, әрбір ісінен кемшілік тауып, жөн айтуын қоймайды. Содан ертерек құтылу үшін тапқан айласы осы болды. Қалжан әйеліне жақын келіп, мойнын ауырта құшақтатты. Жарайды жан, түске дайында тамағыңды. Өзім ертіп келем. Әке-шешенің орны әке-шеше ғой. Апамды сағындым. Оларда үлкейіп келет, көбірек назар бөлмесем болмас. Етіңді молдау сал. Ыдыс-аяғыңа келін көмектесер. Тағы басқа кімдерге бұйырарын кім білсін. Арқайын әкеммен сөйлесіп отырайын. Молдау сал етіңді деп үйден шыға берді. Сыртқа ауласына шығып, гаражда тұрған Камри көлігін айналып, май суын қаратта от алдырды. Айтқандай-ақ, түске таман әке-шешесін, өзінің туған аға жеңгесін, үлкен ұл келінмен өзінің әкесінің қолындағы бала келінді алып келді. Қалжан ерекше көңіл күймен оралды. Оған себеп келіннің білініп қалған іші еді. Вақтыға барып келіп жүріп,
бұл немерелі болатынын аңғармапты. Кемпір шалдың баласы десе де Ақылбегі құйып қойған өзі екенін көрініп тұр. Әрине өзі көзі тірісінде менің балам демесі анық, бірақ бүйрек шіркін бұрып тұрады екен. Күн сенбі болғандықтан бұлардың төрт көзі түгел түскі шайға жиналды. Қалжанның әкесі сөйлеп отыр. Балам, мен жоғары оқу оқып диплом алып мықты қызмет еткен адам емеспін. Тіпті жұмыс істеген мекемеге гараж бастық қоям дегенде де бас тарттым. Ол кездің завгарлары жарты құдай еді. Мен мансапқа құмартпадым. Кішігірім мансабым бар адаммен қарапайым жұмысшы арасында қанша дос, жақын болса да белгісіз бір көрінбес шекара болды. Мен сол шекараның ар жағында болғым келмеді. Не көрсем де елмен бірге көрем дедім. Сенің мына үдісің жақсы үрдіс, бақтыдан келгенде отбасымыздың басын қосасың. Сендер қанша өз алдарыңа адам болып, ата болып кетсеңдер де бізге баласыңдар. Сағынамыз, іздеп отырамыз. Сендерде менің қаным көбірек пе білмеймін, бір тоға өз шаруаларыңа мығым болып өтсіңдер. Бірақ бір сұрақ көкірегіме келе береді. Осы мен сендерді толық адам қылдым ба? Тәрбиеден кемшін қалдырмадым ба? Міне осы сұрақ мені қинайтын. Көптің бірі болып аман жүрсе болар дегенімде, мүмкін сендердің басқа жақтарыңды аша алмадым ба, деп те ойға кетем. Жарайды, жақсы, болары болды. Сендер бастық, төстік немесе атақты тұлға болмасаңдар да, мына отбасыларының ұйытқысы осылардың басы болуға ұмтылыңдар. Бауыр арасындағы ынтымастық жоғалмасын. Ұзақтан қайырып отыр. Енді қалған өмірімде жұртқа ишай дегізбей, Асаубайдың баласы немесе немересі сондай екен дегізбей алса болғаны. Менің қолымда қалтай сен қалауың керек еді, бірақ мен әлі өлі кетер болмағасын мына Ақылтайды алып қалдым. Ондағым сен еркін болып отбасын өзі басқарып, құлашын сермеп көрсін дегенім еді. Оным дұрыс па, бұрыс па, болды ма өмір көрсетер деп сөзін аяқтаған шайын сораптады. Иә, әке сөйлеп отырғанда сөйлеу бұлардың әдетінде жоқ болғандықтан үнсіз қостады. Үнсіздікті қалжан бұзып, жеке кәсіппен айналысып, КамАЗ, МАЗ көліктері бар үлкен ағасына қарап, аға, көліктерің жүріп тұрма? Көмек керек пе? Нан-полдың бірдеңе тауып тұрма? Деп әңгімені соған бұрды. Осындай әңгімемен шайдан тұрған олар еркектер бір бөлек, әйелдер дастархан басында қалды. Қалжанның шешесі екі үлкен келінді қасына отырғызып әңгіме айтып отыр. Ене мен келіннің арасы жақын болып қатты сыйласып кетуі қиын нәрсе. Екеуіңде кейде жақтырмай қалсаңдар да осы күнге дейін беттен алып көрген жоқсыңдар. Құдай көрсетпесін де. Қатипаш сенің мен туралы қақпас дейтініңде білем, оны өзің сараптап кейін менің жасыма келгенде түсінерсің. Егер түсінгің келсе. Сонда да айтайын. Ағайынның арасы қосатынды, ашатынды қатын. Сондықтан отбасында үйде ағайын туыс жөнінде ауыздарыңда абай болыңдар. Сендер Асаубайдың ұрпағы емес, өз ұрпақтарыңды тәрбиелеп отырсыңдар. Сол ұрпақтың қандай болып өсері сендердің қолдарыңда. Қатын болып дүниеге ұл қыз әкелгеннен соң, олардың әрі қарай жақсы адам болып өсуі әйелдің қолында. Сендер ұл қыздарының тәрбиесіне қателік жібермесеңдер, немерелерің өскенде алдарыңнан сол қателік мың есе болып шығады. Қалаларда қарттар үйі барын білесіңдер. Сол жердегілер уақытында балаларына дұрыс тәрбие бергенде мүмкін ол жерде болмас па еді, кім білсін. Жалпы қазақ ұлты үшін қарттар үйі деген өте жаман қасірет. Екеуіңе айтарым. Сол қарттар үйінің тұрғыны болғыларың келмесе, ұл қызыңа дұрыс тәрбие бер, деп тоқтады. Үлкен келін үнсіз бас изеп отырса да, Қатипаш, ой мама, кім айтып жүр сізді қақпас деп.
Мүмкін менің ақылды, өнегелі, ақбас кемпір дегенімді біреулер теріс айтқан шығар. Сіз керемет жансыз ғой, деп зулатып жатыр еді. Жә, болды. Мен саған қақпас деп айтты екен деп мал салғалы отырған жоқпын. Сен маған мынаны айтшы. Мына келінде қыз жоқ, 3 ұл. Асаубайдың немерелерінің ішінде жалғыз қыз Еркош. Соның тәрбиесі қалай? Соны айт. Қыз тәрбиесі ол ұлт тәрбиесі деп бекер айтылмайды. Қызды тәрбиелегенде малындырып, киіндіріп, қымбат телефон алып беріп, қаршадайынан қымбат баяу-саяуға әуес ету емес қой. Білесіңдер ме, баяғыда әжелеріміз қыз жатқан төсектің бел тұсын ешкі қылынан жасалған қалың арқан салады екен. Неге дейсіңдер ғой? Беліне арқан батқан қыз аунақшып ұйқысы сергек болады. Екіншіден, белі тал шыбықтай болады екен. Осы күні біреулер беліне темір доңғалақ айналдырып жүр ғой. Ал оны біздің қазақ әлде қашан ойлап тапқан. Қыз қызыл орамал тартып жүреді. Ол менің қырмызы гүлдей қызбын деген белгі болса, күйеуге шыққасын ақ орамал тартқаны, мен ата-анамның алдында ақпын, абыройыммен келдім, мен ақ әйелмін деген деп түсінеді. Қыз бол, қатын бол, қысқа киіп жалаңбас жүрсе, ол шашқа шайтан жабысып, етегіне албасты енеді. Қыздың етегіне үңілген әзәзіл албасты еркектің көз құратын оятып, қыздың абыройын төгуге шақырып тұрады. Некесіз абыройы төгілген қыз ұлағатты ұрпақ әкелмейді. Себебі жатырына шайтан ұя салады. Міне, шырақтарым, жақтырсаңдар да, жақтырмасаңдар да, біздің кемпірлік парызымыз білген түйгенімізді айтып отыру, деп екеуіне кезек-кезек көз тастады. Ұзын көйлек орамал дегенді иттің етінен жек көретін Қатипаш бір қызарып, бір сұрланды. Осы сәтте қасындағы абысыны Қатипаш екінші келіннің ішіндегі өзегі қыз депті. Соның бесікке салуын, қарын шашын енем өзі қатырар, бірақ тұсауын саған кестірсем. Алла сол күнге аман жеткізсе. Қатипашқа қарап еді, Қатипаш жарқырап кетті. Ой, жеңеше, Алла разы болсын. Кесем, өзім кесем. Шешесі мен болам, қаншайымдай қылып киіндірем. Тағы зулай бастағанды енесі. Ей, шырақтарым-ай, бұйыртса деп сөйлең, бұйыртса деп сыртқа шығуға ыңғайласты. Осындай әдемі сөздермен отбасылық отырыс кеш батап тарасты. 26 күннен соң Қалжан вақтыға кетті. Құмарлық әбден меңдеп алған Еркетай әке-шешесіне көрініп те көрінбейде жын ойнақы кетіп қалып жүрген. Бір күні үйінде аяқ асты құлады. Диванда телефонмен жатқан Қатипашқа Салман жүгіріп келіп, «Мама, Еркеш құлап қалды» дегенге қапылып барған Қатипаш бір қызарып, бір бозарып, әлсіз тыныс алып жатқан қызын көріп қатты шошып кетті. Жүгіріп жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдем келем дегенше бетіне себілген су, искеленген спиртпен ептеп есін жинаған Еркетай құсқысы келетінін айтты. Салманға ванныдан тәзиклеген алдырған Қатипаш, «Ботам-ау, жақпас не жеп қойдың? Ұшынған шығарсың. Не пәленің бәрін заказбен алдырып жейсің. Ішінде не барын кім білсін? Ойбай-ай, не болды тағы?» деп шыр-пыр болып жатқанда жедел жәрдемде жетті. Келген фельдшер қыз Еркетайдың қан қысымын өлшетте ауруханаға алып кететінін айтты. Қатипаш, айналайын-ау, не болған? Қауіпті ме, не болды? Уланған ба? Ұшынды ма екен? Деген сұрақтарына фельдшер қыз, апа, ауруханаға барайық, экстренный анализ алып, тексереміз, сосын кезекші дәрігер алғашқы диагноз қояр. Әзірге айтарым, қан қысымы өте төмендеп кеткен, деп Еркетайды киіндіруін сұрады. Еркетайды жатқызған аурухана бөлімшесінің алдында ебіл-себіл болып тұрған Қатипашқа шыққан дәрігер, «Қызыңыздың етеккірі соңғы рет қашан келгенін білесіз бе? Қызыңыз қашаннан бері әлсіреп жүреді? Қыз 2 қабат екен» дегенде Қатипаш дем жетпегендей қолдарымен
ауа қармағындай болып тұрды да дәрігердің жағасынан ұстап қалды. Не дейді? Анық па? Кімнен? Ойбай, Қайыттың баласы екен, жауыз дегеніне дәрігер. Ол жағын қызыңыздың өзі айтар. Әзірге мен полицияға ақпарат жібердім. Бұл қылмыстық іс. Мен бұны құзырлы органдарға хабарлауға міндеттімін деп бұрылып кетті. Орындыққа отыра кеткен Қатипаштың құлағы шуылдап, айнала азан-қазан болып кетті. Оның басында тек бір ой. Ол бұны ешкім білмесе екен, бәрі ұмыт болса екен, бұл тек түс болса екен деген ойлар еді. Абыр-сабыр болып абысынымен енесі жетті. Не болды? Неден ұшынған? Сен телефонмен толық түсіндірмедің ғой. Жағдайы қалай, көрдің бе? Сөйлесе алдың ба? Деп алқымына барады. Енесі: Құдай масқарадан аулақ қылсын. Қатипа, бері қара. Жаманаттан аулақсың ба? Үлкен келін бетіндегі ұсақ секпілмен әне бір балық сияқты қуырып тастаған тауықтың аяғын өліп жеп терлегенін көріп шошынған екен. Сұрауға айтуға ұялдым деген. Шыныңды айт. Жаманаттан аулақсың ба? Масқара болып қалған жоқпыз ба? Деп шыдатпай тұр. Иә, жаманат. Аяқ астында өзінің санасыздығынан пәруайсыз сүрген өмірінің нәтижесі алдынан шыққан Қатипа үнсіз қалды. Жұрттан жасыру мүмкін болмады. Ішкі істер араласты, бәрі ашылды. Жын ойнақта жасалынған фото, бейне материалдар тергеушінің алдында жатты. Қатипаштың бар тапқан амалы Ақтөбеге алып кетіп, қызына аборт жасату болатын. Ол әрекеті де теріс нәтиже әкелді. Қайта жолда вагонда ұйықтап жатқан Еркетай шошып оянып, вагон ішін азан-қазан қылып еліріп, көрінген адаммен жағаласа бастады. Үлкендеу бір станасында жедел жәрдем келіп тыныштандыратын екпе салып жөнге келсе де, елірме ауруға тап болды. Үйінде бөлмесінде шашын жалбырап, есі кіреслі шығаслы болып, дәретінің үлкені де кішісін де жібере беретін жағдайға ұшырады. Жұт 7 ағайынды деген вақтыдан келгенде қызының мына жағдайын көрген Қалжан жүрек тұсын ұстап отыра қалды. Сол отырғаннан тұрмады. Жүректің жасырын ишемиялық ауруы бар екен. Дәрігерлер коронарлық өлім деген диагноз қойды. Осыншама ауыртпалықтан Асаубай ақсақал төсек тартып жатып қалды. Қызының дәретін жудан шаршаған Қатипаш оны үкіметке өткізіп жіберді. Енді міне бір кездегі берекелі, мерекелі үйінде жиі жалғыз қалады. Кішкентайы Салманы да әжесін жағалап жүр. Бұл ол үйге баруға беті жоқ, дәті де шыдамайды. Бұрынғы араласып жүрген дос жаранның бәрі бұны көрсе сырт айналады. Үйін шақырам жерден айналып өтеді. Бұған қатты әсер еткен жағдайдың бірі бұл байын әдейі өлтіргендей бұны тойға шақыруды қойды. Сау кестірем деп отырған абысына айнып кетті. Сылтауы ырымға жаман деген. Жұма сайын қойымшылыққа барып Қалжанның қабірімен мұңдасу. Тамын құшақтап тұрып жылап кешірім сұрау. Қатипаш жаңа түсінді, өзі өмірі бойы еркекке ат үсті қарағанмен, оның берекеті де, болмысы да сол күйеуі барда екенін. Осы қиындықтың бәрінің себепшісі болған қызы өзі тәрбиелеп осыған өз өмірін өзі итермелегеніне түсінген сайын көкірегі удай ашиды. Енді кеш. Енді ештеңе қайта оралмайды. Тек күйеуінің садақаларын берерде қайнағасы бала шағасымен осында қонып ағайынды жинап тарқатып кетіп жүр. Күйеуінің 100 күндік садақасын таратқасын келін кепшіктер ыдыс аяқтарды жуып тазалап кетіп, бұл тағы жалғыз қалам ба деп отырғанда енесі: Қатипа, бері кел, деп қасына шақырып алып құшақтап отырды да: Жыла, ішіңдегін түгел шығар. Құсадан өліп кетерсің. Жыла, тоқтамай. Сосын шырағым, әрі қарай қалай өмір сүреміз соны анықтайық. Ей шырағым-ай,
Бұндай өмірді тілеген ештеңең жоқ қой. Осылай болсын деп жоғарыда біреу шешкен дағы деп басынан сипауы мұң екен. Содан соң Қатипаш көз жасын ағыл-тегіл төкті. Күйеуі өлгелі көзіне тыным болмаса да, мына жас ерекше құйылды. Міне ағайындар, біздер жарысып, әдемі киініп, жақсы үй салып, жылдам көлік мініп жүргенде ұрпақ тәрбиесін мүлдем ұмыттық. Соның салдарынан жетім балдар, нашақорлар, қыз-текелер, кәмелетке толмаған бірақ бір баламен ажырасып үлгерген отбасылар, бұзылған қыздар, жігерсіз ұлдар пайда болды. Орыс езгісінде болғанда иманы мен жауапкершілігін жоғалтпаған қазақтан тәуелсіздік алғаннан соң осындай ұрпақ өсті. Бұл біздің қоғамның, біздің ұрпақтың жіберген кешірілмес қателігі. Әңгіменің соңы. Әңгімеде адам аттары ойдан шығарылған, сәйкес келіп жатса кездейсоқтық деп есептеңіз.